Форумның екінші бөлігі анаға тағзым орталығында өтті. Аудан, ауылдардан келген кәсіпкер қыз-келіншектер дайындаған өнімінен жәрмеңке ұйымдастырылды. Алматы, Астана қалаларынан келген маман әйелдер кәсібін дамыту тетіктерін түсіндірді. Облысқа қарасты ауыл ауданнан жиналған кәсіпкерлер анаға тағзым ғимаратының алдына қаз-қатар тізіліп дайындаған өнімдерін ұсынды. Олардың арасында кәсібін кеңейтуге ниетті жандар мен бірегей жобаның грантын иеленген кәсіпкер нәзік жандар бар. Солардың бірі Шолпан Бекешева. Ол 3 апта онлайн оқудан өтіп, сертификатқа ие болған. Кейін бизнес-идея байқауына қатысып 1 миллион теңге қаржылай қолдауға ие болды. Қазір тігін тігіп пайда тауып отыр. 22 жылы қараша айында грант ұтып алғанмын. Форум Астанада болды, Астана қаласында. Сол осы жеке кәсіп болғанда, жеке кәсіппен осы үйде айналысам. Тігін машиналарын алдым, материалдар алдым келгенше. Сол мен бастап кеттім. Кішкентай қыздарды оқытқым келеді, осы үйреткім келеді тігін саласына, көптеген кружоктармен айналысып, тек қана ол тігін саласында емес, көптеген өнердің түрлерімен де айналысқым келеді. Ал жобаның биылғы қатысушысы Айман Көбегенова 1 миллион 300 мың теңге қайтарымсыз грант иегері. Менің салым сабын, табиғи сабындар, сосын декоративный сабындар мен свечаларды өнімдермен қатыстым, грантты жеңіп алдым. Бұларды мастер-класстарынан оқыдым. Мастер-класс онлайн, барлығын осы үйден жасаймын қолмен. Кейін жан-жақтан жиналған қыз-келіншектерге Алматы, Астана қалаларынан келген 7 маман тәжірибесімен бөлісті. 17 направление бойынша интернет арқылы онлайн арқылы ауыл тұрғындарын үйретіп жатыр. Соның ішінде тігін де бар, пчеловодство да бар, жылыжайдың ішінде салатын, я болмаса ашық грунтта салатын қияр болсын, помидор болсын, сондайға үйретеді. Алдағы уақытта ауыл әйелдерін қолдауға бағытталған форумның жалғасы шығыс, солтүстік және орталық сияқты аймақтарда жалғасады. Назерке Өтеген, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.